күн құрметті оқырмандар, сіздермен бірге ай жәдігері жобасы. Даланың ауыр жағдайындағы көшпелі өмір сүру және де табиғи шаруашылық адамдарды өз бетінше, өз қолдарымен әртүрлі үйлеріне қажетті, тұрмысқа қажетті заттарды жасауға мәжбүр етті. Осыған орай қазақ халқында қол өнері пайда болды. Көшпенділер тайпаларында қол өнер жұмыстарының түрлері гендерлік бөлініс болды. Ол уақытта гендерлік бөлініске бөлінген болатын. Ерлер ағашты, түрлі металды, теріні өндірумен айналса, ал әйел адамдар қажырлы және де ұзақ уақытты талап ететін жұмыстың түрлері киіз басу, тоқыма сияқты және де кестелеудің әртүрлі түрлерімен айналысты. Қазақ шеберлері емен, қайыннан түрлі үй жиһаздарын жасаған. Олар оны күміспен, түрлі асыл тастармен безендірген және де безендіру кезінде жас малдың мүйізін қолданған. Ағаш ұсталарының қолдан жасалған бұйымдары өзінің әсемділігімен, түстердің үйлесімділігімен, түрлі ою өрнектерімен ерекшеленіп көзге түседі. Шеберлікпен таңдалған ұлттық үлгілер ол ата-бабаларымыздың салт дәстүрі мен әдет ғұрыптарын көрсетеді. Және де бұл келешек ұрпаққа жолдама ретінде атадан мұраға қала берген тұрмыстық заттар. Қазақ шеберлерінің туындылары дәуіріне қарамастан өз құндылығын жоғалтқан емес. Азық-түлік сақтауға арналған шкафтардың бірі ол асадал, осы біздің музей қорында сақталған. Асадал ас және адал деген екі сөзден тұрады. Бұл дегеніміз тамақты, яғни таза болсын деген ниетпен және де адал ас болсын деген ниетпен осындай арнайы асадалда түрлі тағамдар мен ыдыс-аяқты сақтаған. Және де халықтың наным сенімдеріне көз жүгіртсек, ешқашан біздің әжелеріміз үстелде тамақты қалдырмаған, ашық қалдырмаған. Себебі ашық қалған тамаққа жаман күш келеді деген сенім болған. Сол себепті де тамақтың барлығын осындай керемет асадалдың ішіне салып сақтап қойған. Асадалдың бірнеше түрі бар. Асадалдың ең көне түрі тумбочка түрінде жасалған және еннен үлкен биіктікке ие болған. Екінші түрі биіктігі шамамен кебежемен тең. Ал біздің музей қорындағы асадал буфет түрінде сақталған. Асадал ағаштан жасалған, көбіне жаңғақ немесе тек сияқты ылғал мен зиянкестерге төзімді тұқымдары пайдаланылған. Асадалды сәндеуге мыналар кірген. Ағашпен кесу, ислам әлемінде танымал жиһаз безендіру техникасы. Инкрустация, сүйек және металда пайдалана отырып жүргізіледі. Шкафтың маңдайындағы оюлар гүлмен өрнектелген сурет. Асадалдың алдыңғы жағының екі шаршы жағы раковинаға ойылған гүлмен өрнектелген және мерекелік өрнектермен безендіріліп, көмкерілген. Осындай түрлі ою өрнектердің өрілуі мен үйлесімділігі ұстаның шеберлігінің жоғары деңгейін көрсетеді. Асадалдың бір есігі бар. Ал асадалдың іші екі сөреге бөлінеді. Үстіңгі жақта арнайы түрлі тағамдар қойылса, ал астыңғы жағына ыдыс-аяқтар қойылған. Бүгінгі таңда асадалдың баламасын музей қорларында және де үйлердің интерьерінен табуға болады.